Адамзат тарихындағы ең ірі жануарлар. Біздің заманымыздан бірнеше миллион жыл бұрын алып тіршілік иелері өмір сүрген. Джунгли заңы бойынша ең үлкен жануарлар ормандардың, мамонт, пілдердің тұмсықтары өзен көлдердің пайда болуына әсер еткен. Олай болса, алып жануарлар туралы біле отырайық. Амфицилия осыдан 145-161 миллион жыл бұрын жер бетінде өмір сүрген ең үлкен жануар. Шөппен қоректенетін динозаврдың бір омыртқасы 2,5 метрге дейін жеткен. Титанобоа жемтігін буындырып өлтіретін айдаһар жыланның туысы, бірақ одан бірнеше есе үлкен. Ұзындығы 13 метрге дейін жететін Титанобоа жыланы 58-61 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Қазір ең үлкен деген питон жыланның ұзындығы 7,5 метрге дейін жетеді. Мегалодон 3-28 миллион жыл бұрын мекендеген жыртқыш. Оның бір тісі ересек адамның алақанынан үлкен, ал ұзындығы 20 метр, салмағы 47 тонна. Аргентавис 5-8 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Тарихтағы ең үлкен құстар қатарына енеді. Қанатын жайса 7 метрге дейін жеткен, тек кеміргіштермен қоректенген. Парацератери осыдан 20-30 миллион жыл бұрын мекен еткен. Құрлықта тіршілік еткен сүтқоректілердің ірісі. Ұзындығы 5 метрге дейін жеткен, ал салмағы 20 тонна. Өндері қорқынышты көрінсе де жыртқыштар қатарына енбейді. Олар тек жапырақтармен, ағаш талдармен қоректенген. Кетцалькоатл біздің заманымыздан бұрын 66-68 миллион жыл бұрын тіршілік еткен. Тарихтағы қанатты динозаврлар және ұша алатын жануарлар қатарындағы ең ірісі. Қанатын құлаш сермегенде 12-15 метрге дейін жеткен. Өліктермен, ұсақ омыртқалылармен қоректенген. Көк кит немесе блювал деп те аталады. Қазіргі күнге дейін тіршілік етіп келе жатқан жалғыз алып жануар. Ұзындығы 33 метрге, ал салмағы 150 тоннаға дейін жететін алып кит планктондармен және ұсақ балықтармен қоректенеді. 20 ғасырдың 60 жылдары олардың саны күрт азайып кеткен. Қазір әлем бойынша 5000 ғана қалған.